Атырауға жұмыс сапарымен келген вице-министр Сұңғат Есімханов Атырау энерго кешенінің Атырау жылу электр орталығында болды. Вице-министр алдағы жылыту маусымына дайындықты бақылап, жылу желілерін аралады. Бекітілген кестеге сәйкес жылу электр орталығында номер 6 турбинада жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Номер 3-4 қазандықтарды және номер 10 турбинаны жөндеу аяқталды. Жұмыстар бекітілген кесте бойынша жүргізілуде. Атырау энерго кешенінің Атырау жарық акционерлік қоғамда инвест бағдарламаға қатысты бірінші жартыжылдық қорытындылары бойынша тыңдалым өтті. Табиғи монополиялар туралы Қазақстан Республикасы заңының 25 бабының 6 тармағына сәйкес Атырау жарық акционерлік қоғамның тарифтік сметасының орындалуы, бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалуы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және қызметінің тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есеп бойынша тыңдалым өткізілді. Атырау жарық акционерлік қоғамның президенті Мейірбек Құбашев ақпаратты қамтитын егжей-тегжейлі баяндама жасады. Атырау энерго кешенінің Атырау жылу электр орталығы акционерлік қоғамына қарасты каналда балық шабақтарының өлекселері табылмады. Ақпарат шындыққа жанаспайтындықтан Ауыл шаруашылық министрлігіне хат жолданды. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми сайтында 30 шілде күні сағат 16:29 шамасында Теплый каналындағы балықтардың өліміне қатысты мақаласы жарияланған болатын. Осы ақпараттың таралуына орай журналистерге пресс-тур ұйымдастырылып, оқиға орнына апарылды. Алайда Атырау энерго кешенінің Атырау жылу электр орталығы акционерлік қоғамына қарасты каналда өлген балық табылмады. Оған қатысты ақпаратты жариялаған басылым беттеріндегі авторлар мен блогерлер ақпаратты зерттемей жедел түрде жариялаған. Балық өлген аймақ Приморск каналы Атырау қаласы әкімдігінің теңгерімдегі суару жүйесі болып табылады. Шындыққа жанаспайтын ақпаратқа байланысты Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне хат жолданды. Атырау энерго кешенінің Атырау жылу жүйелері акционерлік қоғамдағы номері 56 орталық жылу пунктінде жабдықтарды жоспарлы жөндеу тексеру жүргізілуде. Bir мезетте жылыту құбырлары мен вокзал маңында орналасқан 5 шағын ауданның пластикалық құбырларын ауыстыру жұмыстары атқарылып жатыр. Атырау энерго кешенінің мамандары акция аясында тазалық жұмыстарын жүргізді. Сенбілікке Атырау энерго кешенінің Атырау жылу электр орталығы, Атырау жылу жүйелері, Атырау жарық және Атырау энерго сату жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 200-ге жуық маман белсенді қатысты. Барлық акцияға бір кесте атсалысып, белгіленген аймақты қоқыстан тазартты. Жұмысқа Атырау энерго кешенінің барлық арнайы техникалары жұмылдырылды.